қазақша AI сана арқылы қалай бір бұйрық беріп, жарнама жасатып, қалай бір рәсім жасатып, қалай тіл аударуға болатынын осы кескінде сіздерге толықтай үйретіп қоямын. Маған бір тал жүрек ұстап кетіңіздер. Алдымен сана деген AI-ды басамыз. Санаға кіргеннен кейін мына жер қамзуша болып тұр. Мына жерді басқаннан кейін мына жерде шенші үйен бар. Мына жерде қазақшаға алмастырып аламыз. Қазақшаға алмастырып алғаннан кейін бізге қазақша жауап береді, қазақша түсіндіріп береді. Мен сіздерге көрсетейін. Сана маған бір жарнама жасап бересің ба? Мен осындай қот, сүт, сумай сатушы едім. Маған осындай бір жарнама жазып бере аласың ба? Десек, неке сана біздің айтқанымыз күйінше қазақша жарнама, осы қазақша сауат істеп жүрген кісілер, қатты сауат істеп жүрген кісілер болса, осыны пайдаланып қылсаңыздар болады. Және де бұда рәсім шығарып, қанзуша білмейтін кісілер, міне мысалы, улымы чидау тачың ю дойуен. Мінекей, мұндай қанзушамызды қазақшаға аударып береді. Ал енді қазақша сөйлесек, қазақшаны қанзушаға аударып беретін болады. Осының бәрін түсіріп пайдалансаңыздар болады екен. Одан әдетте міне рәсімдеріңіз, мысалы қанзуша жазуы бар рәсімдер болса, оны да шығарсаңыз, аударып қазақшаға аударып береді екен. Кескін жасауға да болады екен, рәсім жасауға да